Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге қызылша және де айраннан жасалатын, есте сақтау қабілетін арттыратын және де арықтататын смузиді жасап көрсететін боламын. Ең әуелі біз бір немесе екі дана қызылшамызды алып, оны сыртын ашып және де дәл осылай турап алсаңыздар болады. Егер де үйлеріңізде блендер болған жағдайда, оны осылай соломка, яғни ұзынша ретінде турап аласыздар. Егер де блендер болмаған жағдайда, үй жағдайындағы үкішті де пайдалануға болады. Сол үкішпен де өткізуге болады. Келесі бізде осылай туралған қызылшамызды блендердің ыдысына салып, жақсылап тұрып майдалайтын боламыз. Қызылшаның негізі өте пайдасы көп. Қызылша йод элементіне өте бай. Келесі бізде осындай дайын болған қызылшамызды аламыз да айранға қосамыз. Барлығын осылай қосылып аламыз. Мен бір кесе айранға бір дана қызылшаны қостым. Сіздер қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да болады. Міне осылай жақсылап араластырып аламыз. Түсі осындай қызғылт реңге ене бастайды. Міне жасап көрсеңіздер болады. Кешкі асқа жеңіл желпі ретінде қолдануға да болады. Біздің YouTube каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осындай пайдалы және де қызықты рецепттерді түсіретін боламыз.